Ассаламу алейкум туғандар, бұл үйдің тамына ылай басып атабыз. Азыр подробно қысқа нұсқа түсіндіріп айтам. Бұл үйдің есі қыштама байланышқа шығып, сеналар тақтап тұр. Бірінші 1000 сомға тұрған, себеп дегенде бұл тупырақ белді. Жалауат менен Базақорған ортасында. Келіп көріп, балашып, бабаш алып кеткем. Анан біз екінші ішімізді бүттік, үшінші ішті қылатқанда, әке олай жұқа басылып қалғаннан бас бербеш дегенде мақұл деп балашып келішіп басып атабыз. Мына азыр бұл ескі басылғаны, бұл жерлерче жұқа басылып қалған 2-3 см болыпчы. Мына жерлер ачык деген жерлерче. Мына жерлерде. Мұның үстіне 6 см басыла тұрған бол договор қылдық. Ана мына отырып 6 см басып атабыз. Мен айтарым, кимге бербеңіздер ишиңиздердичи. Кылган ишин көрүп туруп, анан кийин 6-7 бастыра бериңиздер. Минимум 6 бастырыңыздар. Себеп дегенде үйдөгү кышта жылуулук эмеге чыгып кетет. Крышагач, тамга. Калыңыраак басылса, салкыныраак болот комнаттар дегендейчи. Бир ийне жылчыгындай дагы эме чечип коет. Ошоктон жылчыктан эмеге суук кирипчи. Бул жер уланды, себептен бул жерге чорный потолок калган эмес экен, кагып бул жака да басып бердик. Ушу туугандар, биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо звонок кыласыздар. Биринчи сеналар тактап алып туруп, жалаа шаар иштегене 1000 сомго турасыздар, алыс жерге 2000 сомго турасыздар, барып балаш, бабаш алганда ошо 1000 сом, 2000 сомду кошуп коесуздар. Бизде бабашы берип, заказыңызды алгандан кийин минимум 1 ай, узагы менен 1,5 айда ишиңиздерди баштайбыз. Ушу туугандар, каналга подписаться болобуз, лайк басабыз, улар болсо беребиз.